күтіп жүрген. Артта тұрған көлік өздерің әкеп жатқан көліктер. Иә, өзіміз алып Бұл Volkswagen. Volkswagen ID6, Cross Prime комплектациясында, ең полный комплектациясы. Бұдан дайын қанша кіргіздіңдер жалпы? Қазақстан, Ресей, Қырғызстан. Примерно қазір есеппен точносын білмеймін, бірақ 200-ден артық уже кірді, иә, енді Volkswagenнан. Алматыда бір жаңадан келген товарларды осы Нұржаннан сұрасаңыздар болады. Қалай сату керектігін, не сату керектігін. Андай Taobao, Pinduodo анамына үйретіп жүрген жоқпыз, оны өйткені барлығы үйретіп жатыр. Мен мысалы машина алып келіп жүріп, қазір біреуге Pinduodo үйретіп жүрсем ұят болды. Сол үшін біз полностью упакованный Қытаймен бизнес деген, каргосы да ішінде, закуп жасауда, товарлардың списогімен Қытаймен не жасауға болады? Товар іздеуден бастап, товар алып келіп сатуға дейінгі Оптовик болу, соның барлығын үйретеміз. Қайырлы күн достар, есімім Ұлан Құрманғалиев. Бұл сағат таңдау канал. Құрметті достар, бүгін сіздерге жалпы Қытаймен бизнес жайлы түсіндіреміз. Бүгінгі шығарылым бұрынғыдан бөлек болды, себебі қазіргі уақытта хит болып отырған карго бизнес жайлы айтатын боламын. Жалпы карго бизнес жайлы шындық болмаса карго деген не? Одан кейін Қытаймен ақша табудың қанша жолы бар? Жалпы Қытайдан ең төмен бағада алып келетін логистикалық компания ол қандай деген сұраққа жауап беретін боламыз. Яғни қазіргі уақытта нарықта 4-тен аса 4 пен 5 доллардың арасында болса, бүгінгі біз көрсететін логистика компания 3 пен 4 доллардың арасында алып келіп беруге дайын. Және де біз құр сөзбен емес, іспен дәлелдеп көріп, өзіміз тапсырыс беріп, алдырып, сатып та көрдік, сапаны да көрдік, өзіміздің брендімізбен заттарды жасатып та көрдік. Және де жанымда тұрған мына екі көлікті осы жігіттер Қазақстанға кіргізіп, сатып жүрген көліктер десек бұл. Жалпы Қазақстан мен Ресейге 700-ге жоқ көлік жіберген, видеолардың бәрі кадрларын өшіруге қалдырамыз. Жалпы сенімді логистикалық компаниялардың бірі, өзіміз қолданып, өзіміз жалпы жұмыстарын пайдаланып жүрміз. Енді бүгін түсіндірме жұмыстар жүргіземіз, себебі көп адамдар маған қалдырып кетейін, карго бизнес сатамыз деп шығып кетті. Сол кезден сұрақ туады ғой менде де. Не карго, қандай карго, не сатайын деп жатыр? Елдің бәрі неге карго сатқыш болып кетті? Сонымен осы таныс жігітке звондадық, хабарластық. Түсіндірейін, көрсетейін. Керек болса біздің каргоны алсын деп өз каргосын ұсынды. Сұхбатымыз жалғастырайық. Бүгінгі кейіпкерімізден таныстық. Қалай, Нұржан? Ассалаумағалейкум. Денсаулықтарың қалай? Жақсы, шүкір. Компанияның аты қалай? Бізде компанияның аты Starlet деп аталады. 90 экспресс деген не ол? 90 экспресс бізде отдельно ол карго деп аштық. Қазір карго көп қой рынокта. Карго өте көп болып отыр. Өте көп болып отыр. Бағалар қымбат. Бізде арзан бағамен Қытайдан өзіміз алып келіп беретін болып, сөйтіп өзіміздің клиенттарға пока беріп жатырмыз. Пока сатып ештеңе жасап жатқан жоқпыз. Нарықта карголардың бағасы қанша? Где-то 5 доллар, 5 доллар. Енді оптовый, ең үлкен оптовыйлар 4-8 доллар. Сендердегі баға қандай? Біздегі баға 3-5 доллар примерно. Каргоныкі, иә. Келу бағасы ма? Келу бағасы. Бізде өзімізге келетін баға емес, айта сайын ол немемен өлшенеді, кубатурамен, плотностьпен өлшенеді. 1-9 доллар, 1-8 доллардан 3-5 долларға шейін келеді. Ол смотри, ішінде киім болуы мүмкін, или басқа темір болуы мүмкін, соған байланысты. Біз өзіміз аламыз да, соны қазір таратып жатырмыз. Это 3-5 доллардан таратып жатырмыз, бізге нормально баға. Нұржан, сендер товардан бөлек көлікте кіргізіп жатсыздар, иә, көлікте кіргізіп жатырмыз. Заводтар кіргіздіңдер ма? Үлкен станок, оборудованиялар. Станок, оборудование біз сельхозтехника кіргізгенбіз. Сельхозтехника кіргіздік, потом тракторлар, завод оборудованиядан негізі станоктар кіргізгенбіз. Өте көп. Өскемен қаласында кезінде жұмыс істеп жүрген. Артта тұрған көлік өздерің әкеп жатқан көліктер. Иә, өзіміз алып. Бұл Volkswagen ID6, Cross Prime комплектациясында, ең полный комплектациясы. Бұдан дайын қанша кіргіздіңдер жалпы? Қазақстан, Ресей, Қырғызстан. Примерно қазір есеппен точносын білмеймін, бірақ 200-ден артық уже кірді, енді Volkswagenнан. Так, Volkswagenнан ғана ма? Иә, Volkswagenнан. Зикрлардың қазір точно санын білмеймін, өйткені ол жерде үлкен команда жұмыс істейді, Қытайлар бар, Ресейге кетіп жатқандар бар, Қазақстанға келіп жатқандар бар. Өзің алда Қырғызстанға бардың ғой? Иә, Қырғызстанға барып. Қанша көлік жібердіңдер Ресейге? 250. 250 кетті. Так, салон ашып жатыр ма, не істеп жатыр? Ол жақта үлкен оптовиктар келіп, сол жақтан бөліп алып отыр да, бір ғана компания емес те. Примерно келеді, мысалы, сол жақтан компаниялар келеді, запрос тастайды, бізге осындай көліктер керек дейді. Біз оны табамыз, Қытайдан Қырғызстанға кіргіземіз, Қырғызстаннан барып Ресейге кетеді. Өйткені Қазақстаннан кішкене қымбатырақ, растаможкасы бар, тағы бір нәрселері бар. Ресейден бізде Қырғызстаннан Ресейге жолы да барлығы арзан шығып отыр. Так, мына көліктер өздерің әкеліп сатып жатқандар? Иә, өзіміз алып, өз ақшамызға алып. Қанша саттыңдар Алматыға? Алматыға өзің сатқан? Өзің сатқан 3 машина саттым. Не Camry саттық, екеу, и бір осындай Volkswagen. Алматыдан. Мыналардың бағасы қанша екенсіз? Мыналардың бағасы примерно 50-55 доллардың айналасында. Қаншаға келді?
келген бағасы где-то 47-48 мың доллар. Қанша қосып отырсыңдар сонда? 8 мың доллар қосып Иә, 8 мың доллар. 8-ден 10 мың долларға дейін бір мен рынокта. Қытайдағы ең арзан электрокар қанша? Ең арзан электрокар 15 мың долларға алуға болады. Так, растаможкасы қанша болады? Растаможкасына 0. 0 ма? Пошлина 0, Тегін растаможкасы. кіре ма? Доставкасына ғана төлейсіз. Доставкасын полностью SIP деп шығарсаңыз болады. Доставкасының түрін SIP. Доставка соң бағасының ішіне кіріп тұрады. Қазақстанға келеді. Қазақстан келгеннен кейін НДС төлемейсіз, пошлина төлемейсіз, первичка төлемейсіз, утилизбор төлемейсіз. 0, тек қана 250 мың теңге сертификат қана төлейді. Реально ғой? Реально. Кіргізіп ғой? Кіргізіп отырмыз. Кіргізіп бер десеш. Кіргізіп береміз егер заказ болса. Кіргізуді үйрет десеш. Кіргізіп үйрет десе, оны да үйретеміз, машиналарды іздеуді. Оны енді бірақ отдельно. Түсіндік ғой. Так, енді ана карго бойынша айтып кетейінші, Нұржан, енді жаңа айтып отырмын ғой. Маған инстаграмға күнде жазып кетті. Әйелі бар, еркегі бар. Карго сатам, карго бизнесі, карго сатам. Каргода карго болып кетті. Не ол карго? Карго деген сатып жатыр бәрі. Карго деген мынандай нәрсе де. Бағалары неге қымбат? Олар мен былай сұрасам, салмақ өлшеуді үйретеді екен де олар. Сен 3 миллион бересің. Саған бүйтіп салмақ өлшеуді үйретеді да, сосын өзіңді тақып аласың. Карго деген салмақ өлшеу ма? Карго деген негізінде салмақ өлшеу емес, негізінде карго деген ол оңайлатылған жүйеде Қытайдан Қазақстанға товар жеткізу. Мысалы, біркелкі товарлар болады, киімдер болады, киімдер бір кодпен растамаживать етіледі. Жаңағы ыдыс-аяқ бір кодпен растамаживать етіледі, сол үшін отдельно бөліп оларды оңайлатылған жүйеде Қазақстан кіргізеді. Ол примерно жаңағы мен айтып кеткендей себестоимости 1-де 9 доллардан 3-те 5 доллар, 4 доллардың айналасында. Соны барлығын олар общий есептейді, 4-те 8 доллар, 5 доллар деп одан үстіне 1 доллар қосып сатады мына жақта. Оны мына жақта Қазақстанда өте көп складтар бар қазір. Первомайка толған склад, анау толған склад түгел Қытайдың компаниялары. В основном барлығы Қытайдың компания. Қытайдан, Гуанчжоудан, Иу қалаларынан. Менің складым деп тұрған складтар. Менің складым деп тұрған складтар, олар скорее всего олардікі емес. Өйткені ол жерде бір ғана компания болмайды, бір складта ше. Бірнеше компания сол жаққа жібереді. Тура сол адамның складына мен Иудан осы жақтан заказ беріп, сол складқа мен де заказ бере аламын да. Ол адамдар танымай-ақ та. Так, түсінікті болды. Енді карго бойынша ең арзан каргоның бағасы қанша десеңіздер, бүгінгі видео толық көрген адам сол каргоны өзіне ашылады ең арзан бағада. Және де каргодағылар үстіндегі доллардан пайда көреді ғой. 0,6 цент па, 0,6 тиын ба? 0,05 доллардан бастап көре береді де. 1 килограммнан. Бізде мынандай система. Егер бізбен серіктес болатын болса, біз себестоимостьна береміз Қытайдан келген бағасына. И ол жерде накладной болады қанша килограммен келгені. 2-де 9 доллар болуы мүмкін, тағы да бір нәрсе доллар болуы мүмкін. Сол бойынша үстіне қанша қосады, сонша қоса береді. Примерно рыночный баға қазір Алматының өзінде 5 доллар. Региондарда, басқа қалаларда 5-те 2, 5-те 5, 6 долларға шейін барады да. Ал егер бүкіл өзі 5 доллардан тауып отырсаң да, 1 доллар қосасың да, 1 килограммнан 1 доллар тапсаң, өзі былай жетеді. Негізі бір адам жоқ дегенде кемінде 10 килограмм заказ береді. Сондай 10 адам тапсаң 100 килограмм, 100 килограммың 100 доллар. 10 адам тапсаң 100 килограмм деген сөз. Көбейте бересің. Көбейте бересің. Адам көбейген сайын пайда да көбейеді. Так, карго бойынша қазір толық айтып кетеміз. Қазір машинаны бір көрсетші жаңағыдай бүйтіп қалай дедім? Жаңа келесің, аяғын. Сенде кілті бар ма? Кілт қалдым. Кілт болғаннан кейін ашылып отыр ғой? Иә. Или любой адамға аша ма? Жоқ, любой адамға аша ма. Мынау электрокар, электрокар. Так, мынау үйде зарядтай ма мынамен? Так, мына зарядкамен үйде зарядтай беруге болады. Үйде өзіңмен алып жүресің, үйге орнататын зарядкасы да бар. Трехфазка ма бұл или кәдімгі? Жоқ, мынау 220-дан залады. Бола береді. Ал мынау көшедегі зарядка. Көшедегі зарядка. Көшеге мысалға қазір Тесланың зарядный станциялары бар, немеде зарядный станциялар бар, Есентай молда, тағы да торговый центрларда. Осыны алып саласады, мына жерден зарядка алады. Мынау 6 адамдық көлік екен да? Анда жерден кіз. Мына жерде 2 зарядный порт бар. Біреуі медленный зарядка, екіншісі быстрый зарядка. Біз жақта быстрый зарядка пока аз, потому что медленный зарядкамен зарядтайды. Осылай тұса алсады болды. Түсінікті болды. Ішінде көріп жіберейік. Так, ішінде 6 адамдық, одан кейін мынандай не бар? Жалпы Алматының несін айтады ғой? Алматының экологиясын айтады да. Адам өмір сүруге болмайтын экология екен Алматының экологиясы. Өйткені осы Қытайдың көліктері бізге келіп жатыр, солар бізге көрсетіп жатыр. Енді Қытайда білмеймін, өмір сүруге бола ма, болмай ма. Бірақ біздің Алматы таудың ортасында тұрғаннан кейін, таудың ішінде бір тостағанда тұр да, үстінде циркуляция жоқ. Жаман шыққан бықсықтың бәрі үстімізде қалады да, бізге қайтадан қалады. Яғни үстімізге жинала береді. Сондықтан осындай мына көліктің ішінде ауа тазалағыш системасы бар екен. Яғни бір таудың бір таза ауасын жұтқандай бір не береді екен. Шын өтірігін білмеймін, жаңа ескетіп көрді, былай отырдық. Кішкене бірдеңе байқалды. Оны білмеймін, ұзақ отырсаң сезілетін шығар.
енді артықшылықтары көп, автопилот бәрі бар, төбесі ашылуы бар, жаңағы. Енді полный электронный көліктер ғой қазір уақыттағы. Артықшысы негізі семейный көлік қой, отбасылық көлік. Артында тоже капитанский орындық. Оның артында тағы да бір ряд бар. Ол балалар отыратын ряд. Негізі семейлерге арналып жасалған машина. Болмаса жаңағы Алматы, Чымкент, Тараз. Шымбұлаққа барғанға бәрін өте жақсы. Шымбұлаққа доступ бар электромобильдерге барлығы. Электромобильдер қалай кіріп жатыр? Енді өзің көріп жатсың ғой, өздерің кіргізіп жатсыңдар, солардың бірісіңдер. Сұраныс қалай отыр? Сұраныс жоғары, бірақ рынокты пока әлі ешкім түсініп жатқан жоқ. Мысалға, жаңа машина болғаннан кейін адамдар айыра алмайды да, просы қайсы, праймы қайсы, комплектация, оларда көп комплектация бар. Зикрлар қазір хит болып отыр ғой. Зикр, иә. Зикр ол енді убийца Тесла дейді ғой. Тесланың қаншалықты өлтіреді? Өлтіреді. Ол өте комфортный машина. Да? Tesla-дан жақсы ма? Иә, жақында бізге келу керек. Сол кезде тағы бір тест драйв жасап. Жүрға Алматыда біраз Tesla. Иә. Зикр жүр. Өте жақсы олар. Так енді Зикр қазақтарға арналған машина ғой негізі. Нұржан бауырымыздың 2000-ға жуық товарный списогі бар. Және де қосымша 100-ге жуық нишасы бар. Өзің Каспий маркетплейстермен және де оптовиктерге товар сатасың. Иә. Қазір товарының біразын сіздерге көрсететін боламыз. Жалпы Алматыда бір жаңадан келген товарларды осы Нұржаннан сұрасаңыздар болады. Қалай сату керектігін, не сату керектігін. Қазір складтарына барамыз, жалпы офистарына барамыз, сол жерде сұхбатымызды ары қарай жалғастырамыз. Карго бойынша негізгі сұрақтарды сол жерде қоямыз. Сосын мен өзім қанша Фурқат деген кісіні жібердім, 2 адам жібердім саған Нұржан дұрыс па? Жоқ, 3 адам. 3 адамнан келді. Хабар алдыртқан 2 адам бар, 1 адам оқыды. Иә. Сол өзіміздің көрерменіміз, подписчигі маған келді, оған жалпы Қытаймен қандай байланыс бар? Қытаймен қалай связьға шықсам болады? Әрине келгенде өзінде маған айтты, оған маған ақылы түрде көмектессең, енді Инстаграмнан жазса бізде қолдан келгенше жауап береміз. Маған бір адаммен қосшы деді, сенімді. Мен сол кезде Нұржанға алып келдім. Ол кісі 60 коробка әйел кісілердің несін алды. Атын атамай ақ қойып, енді саласын айтып бермей ақ қойып. 60 коробка алды ма, қанша 50 коробка алды. 60-тай алды ғой. 60 коробка алды. Жалпы Нұржанға оқу ақысы бар, 2 миллиондай ақша берді. Товарға, номинауға. Соның 20 коробкасымен түгел шығындарын шығарып алды ғой. Алматыда жүріп қана сатып жүрді ғой. Алматыда жүріп, оптым сатып 20 коробканы. Полный расходын шығарып алды. Қалған коробкаларды енді бір розница сатса да двойной тройной пайда көрді. Не істеп жатыр ол кісі қазір? Қазір ол кісі Қытайдан товар кіргізіп автобус сатып жатыр. Жалпы нелерге арналған, әйел кісілерге арналған, балаларға арналған діни товарлар қосты олар кісі. Діни товарлар батыс Қазақстан болғаннан кейін. Риза ма? Иә, риза, хабарласып тұрмыз, сөйлесіп тұрмыз. Так, сонда одан кейін тағы да 1-2 жігітті бердік, олар да так 1,5 миллион қалды біреуі. Жаңағы металл заттар алды. Металл заттар, иә. Олар өздерінің бизнестарына жаңа сала деп таңдап содан кейін Алматы бойынша ең төмен бағадан шығарды ғой олар. Алматы бойынша ең төмен бағада и жаңа кастомизация болды ғой оларда. Логотипін бәрін жасап бердік та Қытайдан. Қытайдан логотипін 2 күнде жасап берді олар. Так, олардың да нишасын айтпай қойық, бірақ олар мысалы дейік та, мынандай петличка сатып отыр. Мына жақта Алматыдан оптым бір 10 мыңнан алып отса, енді 5 мыңнан алып отса, Қытайдан оларға 500 теңге ме 700 теңгеден алып бердім ба? Оған да жетпейді. Ну, басы сырт упаковкасымен бір 1000 теңгеге алып бердім. 1000 теңгеге алып берді да, нарықты сындырып берді деп айтсақ болады да, былай шыққан кезде. Яғни тікелей завод деген сөздің мағынасын біз сіздерге түсіндіреміз. Негізі көп айтады, тікелей заводтан алдырып береміз деп. Бірақ енді көбісі тікелей жете алмай қалады. Енді Нұржан жетеді, оны көрсетіп береді және де дәлдеп береді. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Сұхбатымыз жалғастырмас бұрын Қытаймен табыстаудың неше жолы бар және де карго бойынша сұрағымызды қойып кетейік. Одан кейін жақсы бір салалар, товардың түрлерімен, нишалармен таныстырамыз. Одан кейін қалай оптовик болуға болады деген сұраққа да жауап беруге болады. 1 миллион теңгемен оптовик болуға бола ма? Товар алып. Иә, болады. 1 миллион теңгемен болады. Сен өзің барахолка товар сатасың ба оптовый? Барахолка сатпаймын, бірақ қала бойынша сатамын. Қала бойынша қаладан алатындар бар. Клиенттерге да? Клиенттерге. Так, түсінікті болды. Ең бірінші ақша табудың қанша жолы бар деген сұраққа жауап берейікші. Карго бойынша доллармен ақша табамыз да, үстіне. Карго бойынша үстіне қосып, бізде былай есептеу керек қой. Мен 1 килограммдық зат сатам, оның бағасы $1 деп есептеу керек те, карго ашатын адам. И мен көп сатқан сайын көбірек табам деген. Ол код сату деген бар ғой осы жерде. Код сату бар. Код сату ол жерде 1000 теңгеден бастап 5000 теңгеге дейін ғой. Сен өзің саттың ба код? Иә, саттым. Қаншадан саттың? Біз 1000 теңгеден сатқанбыз. Бізде қазір міне көріп қойған, осы соңғы рет 30 000 теңге бір адам алып келді, 30 адам алып келді.
30 мың теңге аударып жүрді бізге. В общем, крупный чектер десе. Иә. Так, код сату 1000 теңге. Одан кейін ол кодты өзі береді, дұрыс па? Системасында түсініп аламыз. Алдыңғы немесін береміз, артына тіркейтін цифрларын өзіміз айтып береміз. Кодтан 1000 теңге аламыз, или 5000-ға дейін сатасың. Одан кейін екіншісі табыс көзі, бір келген товардың килограммнан табыс табасың. Үшінші табыс көзі жалпы Қытайға қатысты. Каргода тағы бір айтып кететін нәрсе бар. Каргода көп адамдар мынандай пакет сатумен айналысады еще. Мысалы товарлар, мысалы осындай товар келді. Осынша сізге келді дейікші. Сіз алып кеткен қолыңыз алып кетпейсіз ғой. Ол жерге пакетлік қояды. Қосымша сату көздері бар да. Пакет сатуға болады, там тағы да грузчиктер басқа жерге жіберуге болады, секілді тағы да мелкий-мелкийден подниша сияқты. Иә, подниша секілді табуға болады. Қытаймен табыстаудың жолына. Қытаймен табыстаудың ең бір оңай жолы товар іздеу. Товар іздеу, товар тауып беру, поставщик тауып беру. Енді бұл жерде мен өзім Нұржанның клиентімін десем болады. Оған жиі хабарласады бізге. Дәлелмен ақ көрсетіп берсек те болады оны бәрі. Былайынан шықсақ, қандай товарлар тауып беріп, мен жазамын да, качествосы жақсы, качествосы онша емес, қандай товарлар. Мен ссылкаларын жіберемін, не керек маған. Қандай салаға неге іздеп жатқанымды. Нұржандар бізге осыларда мен суретін жіберемін, сілтемесін жібере салам, ары қарай Нұржан өзі тауып беріп жібереді деген сияқты маяқта идеялы. Енді былай переписканы көрсетсек, мынандай аппараттар іздегем, бұны ютубқа шығарған, мен ютубқа шығармас бұрын өшірден іздеп бағаларын анықтаған деген сияқты. Былайынан кете берсек, кете береді общениеміз. Енді біраз зат іздеттік, мынандайды да іздеткен мен уақытында. Бұларды да кіргізіп сатып көрсек па дегеніміз, мынау бізде смарт таспих хит болып отқан. Ана машинаның нелерін іздеттім. Ақша да тұр ғой мысалы жіберген. 20 мың теңге. Так, қазір сол 20 мың теңге ма товар іздеп еле қымбаттаттың ба? Қазір сол қалпы 20 мың теңге негізінде. Бізге просто ол былайша айтқанда қосымша расходтарды жабатын табыс қой. Мысалы, үй офистің арендасын және жұмысшылардың сол үшін ғана қойып отырмыз да. Негізінде оған өте көп хабарласады. Адамдар мысалы бірдеңкені көреді, ютубтан или болмаса тағы да инстаграмнан, тиктоктан көріп алады да. Оптовиктер, кәсіпкерлер бәрі көріп отырады ғой бір зат. Мына зат қаншаға алып келуге болады, мына зат тауып бере аласың ба, бағасы қанша тұрады деп көп сұрақ қояды сондай. Поставщигін тауып берші, осымен связь жасатып берші деп. Содан табуға болады. Ең оңай жолы. Айына қанша табасыңдар шығар? Біз көп алмаймыз негізінде. Рекламада жоқ. Рекламада жоқ. Адамдар келеді, примерно айына 30 сондай шығып отырады. 20-30 келесі табыс көзі. Келесі табыс көзі ол ақша аудару бізде. Бізде ақша аудару, ол біз Қытайға, мысалы, сен бірдеңке заказ берсең, соған ақша аударып бере аламыз. Өйткені банкпен аудару кішкене қиындау, там сиф-код керек, там инвойс керек, сол секілді. Біз тікелей Қытайдың сол жақтағы WeChat-ына, немесіне Жифубау дейді, Alipay-на, болмаса сразу картасына атып береміз де, ақшасын. Екінші табыс көзі сол. Ол жерде біз курстан, разницадан ақша табамыз. Үшінші Пиндодоны заводпен шығу, курстарды оқытуға болады, ба? Курстарды оқытуға болады. Оны негізі мен қазір особо оқытып жатқан жоқпын, Пиндодо деген нәрсе. Пиндодоны енді оқытып жатқандар көп қой. 10 мың теңгеге оқытады. Пиндодо деген? Пиндодо деген негізінде ол IT продукт. IT-шниктер шығарған. Каспий KZ сияқты? Иә, Каспий KZ секілді. Бірақ ол жерде негізінде ең басындағы олардың целі мынандай болған. Қазақстанға шығу или басқа жаққа шығу емес, максимально оптовый түрде алатын. Мысалы, екеуміз бір нәрсе алсақ, соны скидкамен аламыз да. Бірақ ол скидкамен алған бағаның өзінде ол 16.88-дің бағасына жетпейді де. 16.88 қазір топ 1 болып тұр да. Қытаймен ең арзан баға сол. Екінші ол официальный Alibaba өзі. Taobao ол өзіне розницу алуға. Мысалы, там бір кроссовка алсаң, товар нәрсе алсаң. Мысалы, мен мысалы карго аштым дейік та. Өз қаламды Талдықорғаннан мысалы карго аштым. Енді мен Талдықорған болса код саттым. Плюс Талдықорған қаласы бойынша тапсырыс берген адамдардың үстінен доллардан пайда көрдім. Плюс мен жаңағы базардағы оптовиктерге дүкендер бар, магазиндер бар, ат сияқты сататын. Солардың бәріне барып өз услугамды ұсыналамыз ғой. Біз осындай компания, біз осылай әкеліп бере аламыз, қаншаға әкеліп жатсыз, біз мынаны арзанға сізге тауып бере аламыз деп тұрсыз ба міне? Мынандай заттарды да. Подностарды. Мынау қазір барахолкада как минимум 2,5-3 мың теңге тұруы мүмкін. Точно бағасын білмеймін. Бірақ енді Қытайдан өзіңіз тікелей алып келіп оптовиктарға сатсаңыз 20% қоссаңыз жетеді үстіне. Қаншаға келді? Қазір маған где-то 160 теңгеден ба сондайдан келеді. Біреуі ма? Біреуін келіп жатқан бағасы. Баста доставкасын есептемеген, доставкасын әлі есептеген жоқпын. Мына заттар сосын жаңа инспекция, ревизия дейсің ғой Нұржан, өзің жайлы айтып кетші. Жалпы Қытайда қанша жыл тұрдың? Или оқыдың? Қытайда толығын есептегенде 7-8 жыл тұрдым. 2012-ден бастап оқуға түстім. Или туылдың ба? Жоқ, Қазақстанда туылғам. Қытайдың қазақ емеспін. Сол жаққа оқуға бардым, тіл үйрендім.
бірінші жыл тіл үйрендім Ланчжоу қаласында, одан кейін Шанхайдан барып бакалавриат оқыдым. Сол бакалавриат оқып жүрген кезде осы бизнесқа деген қызығушылық басталды. Заводтарды араладық, көрдік, таныстық, көптеген қытайлармен тіл дамыту үшін практика ретінде, там заводтан бірдеңе алу емес, біз клиент ретінде шығатынбыз да, барып заводқа барып қыдырып, көріп, тамақтанып, тегін тамақ ішіп, шай ішіп, қыдырып қайтатынбыз. Одан кейін сол екінші, үшінші курстарда мен уже Қазақстаннан Қытайға шоколад сатып бастадым. Өзіммен алып келемін, сол магазиндарға таратамын, сөйтіп одан кейін Қытайдағы өзінің Алибабаның өзінен сатып алып, Қытайларға сатып жүрдім. Переводчик болдым. Гуанчжоу қаласында, Үрімші қаласында Қазақстаннан көптеген адамдар келеді. Бизнесменді переводчик іздейді, сайт бар, платформа, сол жерден клиенттарымызды тауып переводчик болып жүрдік. Переводчик болып жүргенде көптеген опыт алдық та, кім не алып келіп жатыр, қалай сатып жатыр, қандай бағада сатып алады, қалай сатып алады, қалай сатады, қытайлармен не деп айту керек, барлығын үйрендік те, бағасын сбивать ету үшін. Одан кейін инспекцияға шықтық. Мен уже Тайвань қаласында оқып жүрген кезде FBA дейді, Fulfillment by Amazon деген, Amazonның Fulfillment'на инспекция бар. Ол заводтарға товарды Amazonның Америкадағы складына отгружать етпес бұрын, жібермес бұрын инспекция болады. Сендерді жібереді? Біз жібереді. Ол жерде андай формула бар. Мысалы 1000 коробка болса, 1000 коробкадан рандомно коробкаларды ашып, 10-20-сын ашып қарап, қаншасы сынған, қаншасы емес, сол бойынша брактың процентін шығарамыз. Сөйтіп есептеп біз ол кезде Украина... сен американецтарға, болмаса украинецтарға солардың товарына ревизия жасап беретін, иә. Кетпес бұрын американецтер. Иә. Ол кезде украиналық компаниялар шығатын бізге көбірек. Шығады да, мысалы айтады, бізге осындай қалаға бару керек, барып ревизия жасап қайту керек. Ол жерде формуласы бар, оны білу керексің де, просто так бүйтіп қарап барып ала салмайсың. Өздері регламент жібереді. Сол кезде біз айына бір 10-15 рет барып тұратынбыз. $100 береді, $1500 айына тауып алуға болады. Түсінікті болды. Енді Нұржан, енді осы жерде мынандай бір сұрақ қойып кетейік. Қазақстан бойынша бірнеше үлкен компанияларға бірнеше мың десек те болады. Ревизиясына, товар алдыруына көмектессін. Соның бірі өзіміздің YouTube каналға түскен Оксипроф компаниясы. Ол жаққа қандай көмек көрсеттіңдер? Ол жақта мен полностью закуп, Қытайдан товарды іздеп тауып алғаннан жолына шыққанына логистикасы, жаңағы растаможкасы барлығы мен істеп отырмын. Ол жерде YouTube'да видеосы бар, мен туралы түсірген олар тоже. Семен істеген оларға бір выгодно болды ма, пайдалы? Иә, біз ең бірінші келгеннен бастап біз бағасын қарадық та, маған дейінгі болған бағаны, одан бағасын түсірдік. 5-тен 10%-қа шейін тағы түсірдік. Одан кейін қарызға алу жолын қарастырдық. Реализацияға. Мысалы, объемды үлкейту үшін үлкен компанияларға кездері Қытайдан қарызға алуға мәжбүр болады. Үлкен объемда. Соны қарастырдық, соның системасын жасадық. Одан кейін логистиканы жылдамдаттық. Ол кезде логистика өте ұзақ болатын. Бір контейнер 2-3 айлап келеді. Мен келген кезде 13 күнде келген контейнерлер болды, 16 күнде келген контейнерлер болды. Ең ұзағы осы затор болып қалған кезде 1-1,5 айға кешіккен кездер болды. Бірақ оған дейін среднем сол 15-20 күннің арасында контейнерлер келіп отырды. Түсінікті болды. Ол жерде объем үлкен, көптеген заводтар бар. Біз барлығын жинап бір контейнерға тығып, соны контейнермен алып келіп официальный растаможка жасаймыз. Осы жерде осындай не шығады ғой, дұрыс па Нұржан әңгіме? Мысалы, қалтада миллион бар, 2 миллион бар, автовик боламын деген адамдар бар жалпы. Қытаймен тікелей жұмыс істеймін деген адам бар. Әрине бұл жерде пайда маржаны енді. Кәсіпкерлік көзқараспен қарасақ, 160-170-тен келеді, 2000-3000-нан сатады енді. Пайда 10-20 есе. Жоқ дегенде 5 есе қоссаң да нормально енді. Қарапайым халықтар жазуы мүмкін кәсіпкер емес адамдар. Ой, мынау не деген сұмдық, жаңа сендер екен ғой бағаны өсіріп отқан деген сияқты тағы да басқа. Бұл бағаны бұл кісілер өсірген жоқ. Бұл бағаны біздің магазиндегілер сол бағаны қойып қойған. Енді ол нарыққа кіріп бұл бағаны бұлғаудың қажеті жоқ та, төмен түсіріп. Кішкене түсіруге болатын шығар, енді бірақ қатты да емес. Қандай нәрсе бар да? Каспийде мысалы товар сатасыздар ғой. Мысалы мынаны алып, біреу 2000 теңгеден сатып отса, сізге бір 200 теңгеден келіп отса, 200 теңгеден сатқан не выгодно. Ол ертең сол адам алады да, заказ береді де, сенің саудаңды құртады да. Бір-біріңді құртасың ғой нарықта. Иә. Сол үшін бір бағаны ұстап отырған дұрыс негізінде. Одан кейін нерден жаңа айтылған сөздердің енді дәлел ретінде мынау көлік несі? Иә. Көліктің жаңағы алдында көрсеткен көліктің документтары, Volkswagen ID6 Prime комплектациясы, міне VIN коды барлығы жазылған. Қаншаға шыққаны барлығы бар мұнда. Документаттары. Көліктің полностью документациясы. Міне жерде пошлина 0, таможенный приходной ордер дейді. Жаңағы сөзімнің дәлелі. Ештеңе төлемейсің. Таможенниктің қолы, оригинал документ. Полностью. Таможенная декларация, мына жерде тоже 0 болып шыққан. Мына жерде жазылған барлығы. Бұл көлікті Қазақстанға кіргізгеннен кейін Ресейге сата алмайсың да бір жаманы.
біз сол үшін Қырғызстан арқылы кіргізіп Ресейге шығарып отырмыз. Қазақстаннан да шығарып болады, ол үшін НДС төлеу керек болады да. Ал жеке адам кіргізетін болса, онда ештеңе кетіп керек емес. Мынау не Қытайдан шыққан экспортный декларация. Печати бар. Документтердің бәрі осы жерде десе? Осында документтер барлық. Техпаспорты, машинаның техпаспорты, қытайша техпаспорты, жаңағы техпаспорттың қытайша түрі және аударылғаны. Технический паспорт, автомобиль, легковой автомобиль, Volkswagen Ideal Cross Pro. Түсіндік. Қысқасы. Бұл дәлелді бізге жеткілікті. Енді мына жерде енді кішігірім, мынау неге маркетплейсқа сататын товарларың ба или не товарлар? Мынау мен өзім алып келгем товарный бизнесқа. Бұрыннан товарный бизнесте бармын негізі. Wildberries'те сатқам, Каспийде сатқам, өзім жиі өз ақшама бүйтіп шығарып товар сатып отырам. Пассивный доход секілді. Бұл жерде біз көп анализ жасап, балаларға арналған, үйге арналған сондай товарлар алдық та көбінде. Мысалы секілді үйге көбінде кір киім, әйелдердің өмірлерін жеңілдету үшін кір киім салып қоятын. Мынау қанша салмағы битіп келді ме, өсіп келді ме мынау? Иә. Осы мынандай коробкамен келеді. Бәсе мынау битіп келсе мынау үлкен объем болып кетеді ғой. Осындай ғана коробкада келеді. Бағасы қаншаға келді? Бұның бағасы где-то 2,5-3 мың теңге ме сондай. Точно бағасын білмеймін қазір, прайстан қарау керек. Сатылу бағасы қанша? Сатылу бағасынан негізі 8-9 мыңға сатып болады. Бізде Қазақстан сатып жатқандар бар ма? Қазақстанда дәл осы товар жоқ. Енді біз жоқ товарларды алып келдік те. Өйткені бар товармен кірсең Каспийде демпинговать етіп кетесің де, адамдар күнде 1 теңгеге түсіріп. Так, ары қарай мына жерде мына товар маған ұнады, бұл товарды мен кеше алып кеткем. Или саған да алу керек. Амазонда мынау ма? Мынау қазір кетіп жатыр ма? Мынау қазір бар ма Қазақстанда әкеп жатқан? Қазақстанда әкеп жатқандар пока көрген жоқпын. Оңаш бар, бірақ мен көрген жоқпын. Мынау дегеніміз мысалы жеміс жидек көкөністер бар ғой, өзіміз жейтін. Балаңа бересің, өзің жейсің. Алмасы бар, жүзімі бар, мандарины бар, апельсины бар. Соларды кейде біз суға бір шаямыз да базардан әкпейін. Бір рет суға бейтесің де жей бересің. Ал енді оны сыртынан не жаққанын, сыртында не болған, қай жерлерде тұрғанын Аллах біледі мысалы. Қаншама мың микроб. Енді қазір аурудың түрі әсіресе онкологиялық аурулар дейді. Құдай сақтасын, айта бермей қойық. Бірақ енді мына аппарат мені ұлан айтты деп жүрмеңіздер. Нұржан айтты десеңіздер болады. Сол көкөністерді ыдысқа салған кезде мынаны қосып ішке салсаң, ионизация арқылы тазалайды. Иә, мен кеше үйге апарып тастадым, әлі тексеріп көрген жоқпын, бұрынша тексеріп көрем. Нұржан өзі көрсетті, аппақ нелерін шығарды бетіндегі. Ол токсиндарын шығарады. Мынаны былай ашып көрсетсек тоже. Қосылған түрінде мына жерде вибрация арқылы және ультразвук арқылы. Бұл дәлелденген ғой? Иә, бұл видеолары барлығы бар. Ол сатып жатыр осыны. Амазонда жақсы сатылып жатыр. Амазонда жақсы сатылып жатыр бұл товар. Негізі мынау енді, видиш, проблеманы шешеді да адамға. Бізде мынандай нәрсе бар да, нұқта. Амазонда атқан нәрсе 1-2 жылдан кейін бізде атады да. 2 жыл артқа десе? 2 жыл артқа. Қанша тұрады мынау? Мынау қазір бағасы примерно келу бағасы 4 мың теңгенің айналасында. Сатылу бағасы? 10 мың теңге сатамыз. Сатуға болады. Так, ары қарай кеттік. Мынау не? Бұл планшетқа, ноутбуктарға қоюға арналған подставка. В основном айтишниктер сондайлар қолданады. Ашып салып. Бұл қазір кофеде, Starbucks ішіндегі біраз адамға сатып жіберуге болды. Иә, жүріп көріп. Кофейняларға. Планшетпен отыратындар көп та, ноутбукпен отыратындар. Иә, аутсорс жұмыс дамыды ғой қазір бізде. Қайсы көресіз дұрыстап тұрсыз? Айландыруға болады. Инфобизнесмендерге өте жақсы нәрсе. Қойып қойдың жаңағы планшетіңді өзің көрсетіп. Қанша болады бағасы? Бағасын қазір мен шығарған жоқпын. Білмеймін. Қалай сатуға шығарған жоқпын. Қандағын ашып көрсетейін. Бұл нәрсе негізі тоже әйелдерге арналған десек болады, бірақ елдерге де болады. Негізі баланың тырнағын алу кішкене қиын ғой. Қорқасын қайшымен алған қорқасын, немен алған қос. Мынау кәдімгі пилка десек болады, былайша айтқанда электропилка. Мынандай іші айланады. Саусағын жеп жүрмей ме тағасың? Жоқ, жеп жүрмейді. Тырнағын бүйтіп пилт етіп өтіпті. Қалдығы қаяқ кетеді? Қалдығы мында түседі. Мына жақтан одан кейін шығарып тастауға. В общем, қалтаңға бірдеңе сумкаңа салып тасып жүрсең болады. Иә. Бағасы? Бағасы бұның өте арзан. Бұл бізге 21 теңгеден келді ғой. Мына жақта? Мынау ноутбукка тоже чехол және подставка. Бізде арзан товар да бар, қымбат товар да бар. Ноутбуктарға чехол, ноутбук қоюға болады, жаңа артына бүйтіп тіреп қойып, ноутбугыңызды көтеріп қол қоюға да болады. Подставка, чехол, сумка десек болады барлығы. Іші бәрі қатты өте жақсы. Сумка қайда бүйтіп ашатын? Қазір аны көрсетемін.
мына ішінде комплектациясында андай немесімен жүреді. Бұлар сол неге Каспиймен сату үшін ғой да? Иә, мына барлық Каспиймен сату үшін. Жаңағы Телефон. жоқ, мынау зарядкасына, мынау мышкасына салып қоюға болады. Болмаса телефон салып, очки салып қойсаңыз да болады, өзі кімге қалай қалталармен жүреді. Так, мына жерде еще не бар екен бұл жерде. Мына жерде қарасаңыздар болды. Сары түсін әкеш. Набор. Қазір хит болып отқан түстері де бар мынандай. Мынандай наборларда. Бұларды да маркетплейсқа арнап алды. Бұл негізі маркетплейсқа арналған тауарлар бөлек, және былай оптом сататын тауарлар бөлек те, адамдар офлайн сататын товармен неме товарлар салмай кетті ғой. Бұл сумка, шоппер сумкалар магазинға барғанға барлығына ыңғайлы. Мысалы, адамдар пакет ала бересінде үй толған андай маечка болып кетеді. Бір рет алдым, өзіммен бірге алып шығамын бұл. Керек, үйге керек заттарын магазиннен барып зат алған кезде. Қаншалықты үлкейеді мынау көлемі? Көлемі енді үйге бір рет товар алып келгенге жетеді деп ойлаймын. Қайтадан ішіне жинап сақ қоясың десе? Иә, қайтадан ішіне жинап сақ қоясың. Многоразовый и экологический чисто. Мынау барлығы өңделген материалдардан жасалған. Жаңағы переработанный дейді ғой былайша айтқанда. Содан жасалған. Енді әлемдік деңгейде шығарып жатыр ғой экологияны тазалау мақсатында. Нерде енді кешеде кілемдер көрдік. Бұл кілемдер енді шахматный кілемдер, бұларды айтпай қойсақ та болады. Кейін көп адамның қызығушылығында мысалына қазір памперс дейміз ғой. Памперс болмаса балалар киімі, балалар ойыншығы, тағы да нелер. Жалпы көрпе жастық болса да, болмаса сумка болсын, болмаса мынандай блокноттарды өзіңіздің именной жасағыларыңыз, яғни өзінің брендімен бір дүние жасағысы келеді. Иә. Әсіресе мына көбісі айтады ғой, балалардың киімі тез өтеді, 1 жас пен 3 жастың арасында. Өйткені бала тез өседі, киімнің жақсы киімге ешкім қарамайды. Кішкене сапасына қарайды, ал модасына қарамайды. Өйткені бала кішкентай бала модың керегінде 1 жас пен 3 жастың арасында тез өскеннен кейін, даже 1 жас пен 2 жастың арасында да бала тез өседі. Киім жиі ауысады, жиі алып келесің, көп киім аласың. Сол киімдерге бір өзіңіздің бір панда деген брендтер шығып жатыр да, мысалы жақсы. Қарап тұрсаң, қарапайым бір сайттан заказ беріп алдыртып отыр. Солай брендіңді қойып жасатуға бола ма? Әрине болады. Оны жалғыз киім-кешекке ғана емес, сіз даже Қытайдан телефон шығартуға болады өзіңнің логотипімен. Істетіп бере аласың. No-name телефондар бар. Артынан мысалы Ұлан Құрманғалиев, Сала таңдау деген телефон шығартуға болады. Барлығы сол телефонды алып қолдануға болады да. Android базадағы. Ол телефонды холодильниктер десе. Холодильникті да, любой ат нәрсе болады. Мысалы мынау көрсетсең, мына монитор негізінен no-name болып келеді. Біз Қазақстанда осыны знак белгіленген, мен достарым осында жасайды. Sharks компаниясы. Осылармен айналысады. Олар өздеріне брендировать етіп шығарады. Мысалға, мынау қазір no-name ешқандай логотип жоқ мына монитордың. Ешқандай логотип жоқ. Мына жерге жазылуға болады. Sharks или там тағы да LG деп жазылса. Талгоргалис деп. Талғар деп жазылуға болады. Сосын секілді бәрібір проблема емес. Сосын кез келген заттың сапасына жақсарды әкеліп бере аласыңдар ғой. Иә, сапасын тексертуге болады. Сапасы бірнеше сапа болады әр товарда. Оны просто қытайлармен саудаласқан тағы бір нәрсені еске сақтау керек. Қатты саудалассаң сапасы түсіп кетеді. Олар түсе береді десе. Иә, олар түсе береді. Қытайлар айтады, ифынчан, ифын қой дейді. Каждый товардың өзінің бағасы бар да ол жерде. Сен қазір мынаны кнопкаларын алып тастасаң, мына жерде кнопкаларын алып тастасаң, ол кішкене арзанырақ болады. Мына жаңағы немелерін қалыңдатып жерсең, экранын кішірейтіп жерсең, тура осындай болады да, просто сыртындағы темірі қалыңырақ, экраны кішкентай болады. Ол уже басқа баға болады. Кепка жайлы әңгіме естиміз. Бір кісі Қытаймен саудаласып кепка тапсырыс берген ғой. Қанша штук? Білмеймін, 1000 ба 10 ба штук. Саудаласа берген, Қытай түсе берген. Сонда кепкалар картоннан жасалып келген ба? Сондай бірдеңе болған. Яғни Қытаймен саудаласса Қытай жоқ демейді. Ол сен түскен бағаға оны неден кепка жасауға болатынын ойлайды да ол. Мусордан жасап бере ма саған, бір коробкадан жасап бере ма? Болмаса жұққан мынандай пакеттен кепка жіберуі мүмкін. Ең бастысы сол жіберді. Сіздің бағаңызға. Сондықтан сапа жайлы өгіз әңгіме айта алмайсыз. Осы пятница күні, жұма күні тағы бір адам жазып отырған, номерін көрсетпей қой. Armani кепкаларын осындай заказ берекші дейді. Люкс качестводағы, почти оригинал. Осындай заказ берсек бола ма? Қарасына 100 штук, синийна 100. Осындай заказдарды оформить етіп отырып, қане ақша табуға болады да? Табыс табуға болады. Сен өзің негізі интернет әлемде жоқ болдың. Анда TikTokқа кірдің, бірнеше видеомен атып кеттің. Иә. TikTokқа 3 видеом атып кетті, содан кейін көп клиенттер шықты. Оған дейін біз үлкен компаниялар ғана бүйтіп обслуживание. Былайша айтқан кезде құрметті көрермендер, бұл жерде енді осы бизнес толық үйренген адам қарапайым TikTokқа кіріп 2-3 салаға обзор жасап,
өзінің тұрақты клиенттердің базасын жасауға болады. Оның бәрін үйретеді, оның бәрін көрсетеді. Жалпы Қытай әлеміне кіргізеді осы сіздерді, Қытай мен бизнес әлеміне. Негізі ассортимент жетеді, мына жерде былай қарасаңыздар. Мына жақпен балаларға арналған, мына жақ сабақтарға арналған ше. столдар. Не мынандай. Көбі тоже кадрын қойып кетсек болады. Суретін ба? Иә, суретін қандай болатынын. Так, қысқаша айтқан кезде енді айтылған заттардың бәрін көрсету керек. Өзі істеп жатқан, өзі жасап жатқан, менде командасы бар, офисі бар. Жаңа код сатып отыр, карго жасап отыр, инспекция жасап жатыр, ревизия жасап жатыр, товармен поиск жасап отыр, көліктер әкеп кіргізіп жатыр, станоктар әкеп кіргізіп жатыр. Үлкен строительный компаниялар бар, строительный оборудование сататын. Сіздер білетінін айтып отырық қой, Аксипроф айтса басқаларын айтсақ болады. Аксипроф біз білгеннен кейін Аксипрофтың оборудованияларын білесіздер. Соның бәрін әкеп кіргізіп, осы табыс тауып жүрген жігіттердің бірі, жалпы проблемаларды шешіп жүрген. Енді өзіңнің курсыңды, каргоңды запуска нетейін деп жатсың. Иә, Старт жасайын деп жатсың. Старт жасайын деп жатырмын. Негізі осыған да курстар өткізгем, бірақ андай арзан, бізде арзан емес те. Андай Taobao, Pinduoduo ана мына үйретіп жүрген жоқпыз. Оны өйткені барлығы үйретіп жатыр. Мен машина алып келіп жүріп, біреуге Pinduoduo үйретіп жүрсем ұят болды. Сол үшін біз полностью упакованный Қытаймен бизнес деген, каргосы да ішінде, закуп жасауда, товарлардың списогімен Қытаймен не жасауға болады? Товар іздеуден бастап. Товар іздеуден бастап, товар алып келіп сатуға дейінгі Оптовик болу. Оптовик болу, соның барлығын үйретеміз. Енді осы жерде дәлелмен десек, біздің YouTube каналдан келген Фурқат деген жігіт бар. Сосын тағы кімдер бар өзінде? Тағы өзімде таныстар Астанадан келген. Ол автомобильный бизнесқа кірді. Машина алып келіп емес, запчастарын, аксессуарларын сондайды алып келіп сатамын деп. Өйткені Астанада рынок ондай неме жақсы емес екен. Бізде Алматы секілді емес. Ол жақта қымбат сатуға болады, соны именно өзі нишаны изучать етті, қарады, бізге айтты, біз оны түсіндіріп, полностью үйретіп бердік. Товарный ішін алып келіп, барлығын қазір уже екінші партия товарын алады уже жақында. Сабыржан деген жігіттер бар. Иә, Сабыржан бар. Олар онда біз жібердік. Онда сіздер жібердіңіздер. Одан кейін тағы да бір клиенттер болған. Кім болды? Ұмытып қалдым, клиенттер көп болды. Жалпы біз жібергендердің именно бәрі риза. Мен өзім жіберген, мен көрермендерім арасынан жіберген адамдар риза. Енді берген бағаларында айтып кетейік. 2 миллион теңге жалпы. Иә. Енді 1.700.000 арасында берді, бірақ ол кезде карго болмаған. Карго болмаған ол кезде. Енді мына жерде Нұржан ұсынысың қандай? Енді қазір мен ұсынысым біз полностью обучение бизнес Қытаймен барлық сайттар. Pinduoduo кіреді, жаңағы Taobao кіреді, 1688 және глобальный Alibaba. Тікелей заводқа шығу, жаңағы товарды қалай іздеу, қалай ұсыныс жасау басқа компанияларға, логистика жағынан, және басқа үлкен компаниялардың заттарын қалай алып келуге болады. Официальный растаможка, каргодан бөлек официальный растаможкасы бар. Одан кейін карго береміз қосымша. Каргомен пассивный біз пассивный доход ретінде қараймыз да, бұл жерде активно айналыспаймыз. Үлкен табыс көзі емес. Үлкен табыс көзі емес. Негізгі табыс көзі сол автомобильдер болып отыр бізде. И одан кейін жаңағы тоже самое автомобильдермен кім айналысқысы келеді, оны да көрсетіп береміз. Автовиктермен айналысқысы келетін, оптовик боламын дегендерге қандай товарларды алып келіп сатқан дұрыс, қандай маркетплейстерді сатқан дұрыс, офлайн қалай сатқан дұрыс, қандай платформа бар, барлығын қосып беріп жатырмыз да. Жалпы каргода кіреді ішіне. Каргода кіреді ішіне. Бағасы? Бағасы 2 миллион теңге. Қанша оны товарға бересіңдер? Біз оның ішіне 300 мың теңге товарға береміз на старт. Ол чтобы 50% ақшасын ақтап алу. Иә, ақтап алу. Оқуға берген ақшасын. Так, түсінікті болды. Құрметті көрермендер, 2 миллион теңгеге сіздерге толық Қытаймен бизнес обучение өтеді. Қытайға не қатысы бар, не шығып, не кіріп жатыр Қытайдан. Соның бәрін үйретіп қосымша 90 экспресс па каргоның аты? Иә, біздікі 90 экспресс каргосының өз қалаңыздағы несі боласыз? Дилдері дей ме? Сондай боласыз. Ол үшін жаңағы көп видеолардағыдай үлкен скаттың артына тұрудың қажеті жоқ. Салмақ өлшеуді ғана үйретпейді сіздерге. Бұл жерде Қытаймен қатысты түгел затты үйретеді. Именно оптовик болудан бастап Қытайдан товар алып беру, тікелей заводқа шығу деген зат өте көп. Мен оны өте көп естідім. Бірақ енді соның ішінде тікелей заводқа шыққан бір-екі адамды кездестірген соның бірі Нұржан десек болады. Сондықтан айтқан сөздердің бәріне дәлелмен көрсете алады. Істеп жатқан жұмыстардың бәрін дәлелмен көрсетеді. Одан кейін товарға кепілдік береді Нұржандар ең бірінші. Товардың сау аман есен келуіне, яғни гарантия дейді ғой. Енді осы жерде үлкен проблема болады. Мен де бұрында Қытаймен бизнесті түсірдім. Маған бір жігіт шыққан болды, видеокарталар келді, проблемный келді. Ар жақта әкеп берген мен түсірген кісі жауап бере алмады оған. Жауап бере аласыз ба Нұржан? Иә, әрине. Ол біз мынандай нәрсе бар да, қымбат заттарға страховка болады. Страховка төленеді, мысалы ноутбуктарға или там iPhone заказ беретін болса, тағы бірдеңкелер заказ беретін болса, ол жерде бір $4-5 қымбатырақ төлейді.
бірақ гарантия болады. Ол страховка дегенде тауар жоғалып кетуі мүмкін, болмаса сынып келуі мүмкін. Сол жағдайда логистика компания, яғни біз өзіміз жағымыздан оны возмещать етіп береміз, товардың полностью суммасын. Сондықтан енді біз Қытаймен бизнес ақпарат тарату каналы болғаннан кейін өздеріңіз де білесіздер, көп адамды басында түсірдім мен бір-екі кісілерді, одан кейін кішкене жалыптар болғаннан кейін жалпы Қытаймен бизнес деген затқа мүлдем түсірмеймін деп шешім қабылдағанмын. Өйткені ал енді соны шешім қабылдағаннан бастап не болды? Инстаграмға күнде адамдар жатты. Кімнен алдырсам болады, Қытайдан анастан қалай алдырсам болады, Қытай жайлы кімге кеңес бересің, кімнің номерін бересің? Мен ешкімге кеңес бере алмаймын деп жауап беретін жағдайға жеттік. Себебі оның артындағы жауапкершілікті көтере алмаймыз. Бірақ мен өзім тапсырыс беріп жүрген жігітпен Нұржандар бір емес бірнеше рет осы жылдың басынан бастап 3 рет 4,5 миллионға кемі тапсырыс беріп жатық. 4,5 миллионға тапсырыс беріп жатық. Арт жақта тұрған Ильястар да тапсырыс берді. Товарымыз бәрі риза, келдік, көрдік. Сондықтан құрметті көрермендер, осы Қытаймен бизнес курсы керек болса, карго бизнесіге қызық болып баратса және жоға анаяқта бағалар қымбат болып жатса, сіздерге біз Нұржанды кеңес береміз, номерін мына жерге қоямыз. Карго ашамын десеңіздер, 90 экспресстің каргосын ашсаңыздар болады. Каргомен қосымша толық Қытай бизнесін толық үйреніп шығасыздар. Құрметті достар, тағы да бір қосып кетеріміз. Қытаймен бизнес деген бұл пиндодо емес. Біреу пиндуа дейді, біреу пиндодо дейді. Пиндодо ма или білмеймін. Қытаймен бизнестес адамдар бір пиндодоны көреді. Болмаса жаңағы білмеймін, ресейлердің жасап алған копированный сайттарын айтады. Сондықтан Қытаймен бизнес деген не бұл? Қытаймен бизнес деген ол сіздердің ішіп жүргендеріңіз, киіп жүргендеріңіз барлығы Қытайдан келіп жатыр да. Соны негізі біз көрмей жүрміз көп нәрсені ше. Мысалы менің үстімдегі де сіздің үстіңізде ол барлығы андай басқа заводтан, Турциядан дейді, аннан-мыннан дейді. Made in Turkey деген мен қазір сіздерге даже осы жерден жастық алып көрсетіп аламын. Хилтонның жастықтарын көрсетіп, Хилтон деген отельдің мен жастықтарын заказ бергем. Соның барлығы не заказ берсеңіз де барлығы Қытайдан шығады. Оборудование жоқ дегенде Турциядағы зат киім тігілсе де, соның оборудованиесі Қытайдан келгенде, ол оборудование шығара алмайды олар өздері. Сол үшін Қытаймен бизнес ол сіздер ойлағаннан да әлдеқайда үлкен. Және де тағы бір қосып кетерім, карго ашу үшін сіздерге үлкен складтың керек емес. Карго ашу үшін бір осындай офис болса да жетеді адамға. Үйдің бір бөлмесі болса да жетеді, лапас болса да, навес болса да жетеді. Мысалы жер үйде тұратындарға товар таратқанға. Өйткені ол жерге сіздерге фура кіргізіп товар түсірмейміз. 1 тонна, 2 тонна товар айына сіздерге енді өсе келатқанда үлкейтуге болады. Егер объем үлкейетін болса, әрине. Бірақ бастамасында кішігірім бір офис, навес сондай жерлерге қойсаңыз. Қосымша одан кейін Нұржан сендер айттыңдар ғой. Кез келген мысалы кірді да өзінің дүкенін ашты, онлайн интернет магазин. Мысалы мынаны сатамыз. Бұларға видео түсіріп жүрген міндетті емес қой, оларға инста упаковка. Инста упаковка жасау міндетті емес. Ол жерде Taobao'да және 1688-де барлығында жасалып қойғанда Қытайлар. Сізге дейін олар бәрін ойлап қойған. Олар мына товарды сату Қытайлардың интересі көбірек сіз сатқаннан. Қысқасы мынаны алып келсең бұл сатуды үйретуге болады. Видеосы да, материалы да барлығы бар. Соны алып, скачать етіп алып, өзіңізде қолдана берсеңіздер болады. Жақсы качество. Былай айтқан кезде толық упакованный бизнес десек болады. Қытайлар сіздің ақша табуыңызға тікелей интересі бар, қызығушылығы, сіз ақша тапып кетсеңіз, олар көп заказ алады. Сіздермен болған Лаура Құрманғалиев, Салатандай каналы. Видео ұнаса лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, достарыңызға таратуды ұмытпаңыздар. Қосып айтарым бар ма? Барлығы. Сау болыңыздар. Жақсы.